бір история айтып берейін. Ауылда бұрында енді кішкентай кезімізде мектеп бітірген кезде сразу ауылға жіберетін. Енді біз қалада тұрдық. Қала болғанда қалай? Поселок городского типа дейді ғой. Типа сондай қала кішігірім. Сөйтіп ауылға жіберетін. Ауылға жіберген кезде бір ай, 2 ай сояқта жүресің. Үйге қайтпайсың ғой. Апаштың үйінде жүріп, ағам бар етін. Мен 1-2 жас үлкен. Енді ауылда көшеге шығасың, бүйтіп жүресің, футбол ойнайсың, анау мынау. Бала болғаннан кейін неше түрлі ойын ойнайсың ғой енді. Енді ояқта ауылда обязательно енді төбелес болады. Сені шақыстырады, төбелестіреді. Ауылдасың да новенький біреу келсе, әйтеуір біреумен төбелесіп шығу керек та. Бірінші күн өтті, екінші күннен басталды ғой жаңағы. Шағыстыру, ерегіс дегендер. Сосын футбол ойнайсың, футбол біткеннен кейін бар, уже басталады жаңағы. Ауылдың андай братандары келеді да, ойнап отыр дейсің, анаумен шығасың. Өзің ровесник не істейді ғой енді. Екеуі жас сияқты походу. Қаншадасың, қанша? 9-дан, 10-дан, давай шығасың, шығам, ол кезде андай шықпаймын деп айтсам болды ғой сен. Сосын төбелесесің. Төбелесіп, короче, ол баланы алып қоям, короче, ұрып. Сосын үйге барып, братан келеді де, берекет бүгін біреудің айырып тастады, анау мынау деп әңгіме айтады. Содан кейін барып, келесің тағы ашамыз. Тағы футболдан кейін тағы да сондай болады. Тағы да біреудің көтін әріп тастаймын ғой. Уже ол кішкене өзімен бой ұзындау болды, бірақ арық па сондай болды, есімде жоқ. Содан кейін үшінші күні тағы да сондай случай болады, тағы да біреудің көтін әріп тастаймын. Өзімен дәу емеспін былай. Кішкентай болғанмен кішкене шымырлау болдым да. 4-ші күні енді өзіңе сеніп кеткенсің ғой. Ой, бұнда любойым көтін айырамын деп уже талтаңдап бүйтіп ауылда жүрсің ғой уже. Ауылдың свойысың ғой уже. Содан кейін тағы да біреумен төбелесетін болдым. Анау енді мен ойлап қалғам ғой уже не деп. Мен алдында бәрін жеңдім ба, өзі ота берем, бәрін көтін айыра берем деп. Сөйтіп біреумен шақыстырды. Менің бір 10-ым шығады. Мынандай өзі дәу енді. Мен одан негізі қорқам деп айта салым керек еді. Шығам деп. Бір қарасам, үйде ұйықтап жатырмын бетіп. Қалай сонда түсінбей қалам ғой? Ойлайм ғой. Мен жаңа ғана футбол ойнап, ана баламен төбелесіне отыр едім. Қалай ұйықтап жатырмын мына жерде деп түсінбей тұрам да былай. Сөйтіп тұрам да, братаннан сұраймын ғой. Что там не болды өзі деп. Қалай мен мына жерге келдім, қалай ұйықтап жатырмын? Анау нормально деп қояды да былай. Сосын түсінбей жүрмін, нормально. Бір қарасам, азан болып жатыр да. Түсінбей жатырмын, не болып жатыр өзі? Кешіп жаңа түн еді, түс көрдім ба деп жүрмін. Сосын сол күні шықпадық, ешқайда шықпадық, далаға да шықпадық. Братан сұраймын ғой, футбол ойнамадық па, кеттік деп. Бүгін ойнамаймыз қойшы деп қояды. Сөйтіп жүріп, бір күн болды, 2 күн болды. Түсінбеймін ғой, не болып жатыр өзі? Содан үшінші күні уже андай флешбектер болып жатыр да менде. Тук-тук-тук, эпизодпен былай. Типа, жаңағы дәумен төбелесем, ол сәттен басымен қадап тастайды екен ғой, короче. Братаннан сұраймын ғой. Братан, өткенде біреумен андай бір дәу баламен төбелестім ба өзі деп сұраймын ғой. Сосын бетім әрді, я деп қояды. Не болды десем, сені қадап тастады басымен деді ғой. Ұйықтап қалғам ғой мен сол кезде. 3 күннен кейін барып есімді жанба сонда, соны есіме түседі ғой, соның бәрі. Қадалып қалғам, төбелескенім. Сондай жағдай болды ма сіздерде? Комментарий жазып кетіңіздерші.